Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмі ерекше, жасалу жолы өте оңай онқуырдақ тағамын дайындайтын боламыз. Бұл тағамды басқа жақтарда цуйван деп те атайды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамыры бір-бірімен жабыспайды, өте дәмді болып піседі. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ыдысымызға ұнымызды салып, үстінен бір жұмыртқамызды жарып аламыз. Жылы суымызға бір шай қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырып, ұнымыздың үстіне құямыз, жұп-жұмсақ қылып қамыр илеп аламыз. Нанымызды салафанға салып, 15-20 минутқа тындырып аламыз. Енді подлив дайындауға кірісеміз. Етімді алдын ала турап дайындап алдым. Бізге подливке қажетті заттар: жуан мен сәбіз ғана. Картошка қосылмайды бұл тағамға. Жуан мен сәбізімді жақсылап ұсақтап турап аламын. Подлифтің заттарын турап болғаннан кейін барлығын жақсылап қуырып аламыз. Ыдысымызға майымызды құйып, үстінен етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Етімізді қуырып болғаннан кейін үстінен жуамызды саламыз. Оны да тура солай қуырып аламыз. Одан кейін сәбізімізді салып қуырамыз. Татымына қарай тұзымызды, бұрышымызды, паприкамызды саламыз. Кішкене мөлшерде ғана суымызды құямыз. Суды аз мөлшерде ғана құямыз, көп құюға болмайды. Қазанымыздың бетін жауып, астын жай баяу отта қойып, етіміз піскенше күтеміз. Етіміз піскенше нанымызды жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Нанымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Нанымызды жайып атқан кезде өзімізге қажетті листтарды пешке салып қыздырып аламыз. Міне мен листтарымды алдын ала қыздырып алдым. Листіміз міндетті түрде ыстық болу керек. Нанымызды екі жағын осылай кептіріп аламыз, дәл видеодағыдай. Нанымыз қаншалықты жақсы кепсе, тураған кезде, піскен кезде езілмей дәмді болып піседі. Листтарымыз суып баратса, қайтадан пешке салып, қыздырып аламыз. Кептіріп алған нандарымызды дәл видеодағыдай кеспе тәріздес етіп кесіп аламыз. Дайын болған қамырымызды подливтің бетіне салып пісіріп аламыз. Егерде подливтарыңыздың суы тартылып кетсе, кішкене мөлшерде суымызды құямыз. Суымыз қайнағаннан кейін нанымызды бетіне салып, бетін жауып 15-20 минутта пісіріп аламыз. Арасында қазандарыңыздың бетін ашып, нандарды араластырып қоюға болады. Көп араластырмаңыздар, езіліп кетеді. Міне достар, менің тағамым дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.